Саламатсыз ба? Адам және азамат сабақтың жалғасы. Бұған дейін 39 сұрақ өткен болатынбыз. Бүгін де 39 сұрақты зерделейміз. Осымен екінші бөлім, адам және азамат бөлімін аяқтаймыз. Қалған уақытта оқылған материалдарды қайталап, бақылау тестін тапсырасыз. Кеттік. Тұрғын үйді иелену, пайдалану және билік ету жөніндегі меншік иелерінің құқықтары сот тәртібімен қорғалады. Соттың шешімінсіз тұрғын үйден айыруға жол берілмейді. Қазақстан Республикасында азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасалады. Қолжетімді тұрғын үй 20-20 бағдарламасы, 7-20-25 ипотекалық бағдарламасын білесіздер. Заңда көрсетілген санаттағы мұқтаж азаматтарға тұрғын үй олардың шама шарқы көтеретін ақыға мемлекеттік тұрғын үй қорынан беріледі. Заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін республика азаматтары жеке меншігінде ұстай алады. Бұл жерде айтылып тұрған нәрсе мүлк. Жеке меншікте қандай да болсын мүлікті азаматтар ұстай алады. Меншікке заңмен кепілдік беріледі. Оның ішінде мұрагерлік құқығына заңмен кепілдік беріледі. Конституцияның 26 бабында көрсетілгендей. Мемлекет мұқтажы үшін мүліктен күштеп айыру, оның құны тең бағамен өтелген кезде жүргізілуі мүмкін. Кәсіпкерлік қызмет еркіндігі әркімнің құқығы, яғни әр адам өз мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға құқылы. Монополистік қызмет заңмен реттеледі әрі шектеледі. Нақтырақ, Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексімен реттеледі. Жосықсыз бәсекеге тыйым салынады. Яғни тыйым салынған әдістермен бәсекелестікті шектейтін әрекеттерді жосықсыз бәсеке дейміз. Неке мен отбасы мемлекеттің қорғауында болады. Балаларына қамқорлық жасау
және оларды тәрбиелеу ата-ананың етене құқығы әрі міндеті болып табылады. Яғни әрбір ата-ана балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеуге міндетті. Және тиісінше кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті. Қазақстан Республикасының азаматы жасына келген, науқастанған, мүгедек болған, асыраушысынан айырылған жағдайда және өзге де заңды негізде ең төменгі жалақы мен зейнетақының мөлшерінде әлеуметтік қамсыздандырылады. Конституцияға сәйкес, ерікті әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік қамсыздандырудың қосымша нысандарын жасау және қайырымдылық көтермеленіп отырады. Республика азаматтары кепілді медициналық көмектің көлемін тегін алуға хақлы. Сонымен қатар, мемлекеттік және жеке меншік емдеу мекемелерінде, сондай-ақ жеке медициналық практикамен айналысушы адамдардан ақылы медициналық жәрдем алу заңда белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша жүргізіледі. Тегін медициналық көмекпен қатар ақылы медициналық жәрдем алу Конституциямен көзделген. Мемлекеттік оқу орындарында азаматтардың тегін орта білім алуына кепілдік беріледі. Мемлекеттік оқу орындарында. Орта білім алу міндетті. Азаматтың мемлекеттік жоғарғы оқу орнында тегін жоғары білім алуға конкурстық негізде құқығы бар. Ақылы білім алу жеке меншік оқу орындарында жүзеге асырылады. Білім берудің жалпыға міндетті стандарттарын мемлекет белгілейді.
адамның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мемлекет мақсат етіп қояды. Адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін деректер мен жағдаяттарды лауазымды адамдардың жасыруы заңға сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады. Лауазымды адамдардың Конституцияға сәйкес, республика азаматтары бейбіт әрі қарусыз жиналуға, жиналыстар, митингілер мен демонстрациялар, шерулер өткізуге және тосқауылдарға тұруға хақылы. Мемлекет ісін басқаруға қатысуға, мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарына тікелей өзі жүгінуге, жеке және ұжымдық өтініштер жолдауға республика азаматтарының құқығы бар. Сонымен қатар, республика азаматтарының мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарын сайлауға, оларға сайлануға, сондай-ақ республикалық референдумға қатысуға құқығы бар. Сайлауға және сайлануға, республикалық референдумға қатысуға құқығы жоқ адамдар да бар. Олар сот іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған, сондай-ақ сот үкімі бойынша бас бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтар. Мемлекеттік қызметке кіруге республика азаматтарының тең құқығы бар. Мемлекеттік қызметші лауазымына кандидатқа қойылатын талаптар заңмен белгіленеді. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңы осы талаптарды белгілейді. Мемлекеттік рәміздерді әркім құрметтеуге міндетті. Құрметтеуге. Әркім басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті.
Салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу әркімнің борышы әрі міндеті болып табылады. Салық төлеу әркімнің борышы әрі міндеті. Ал Қазақстан Республикасын қорғау әрбір азаматтың қасиетті парызы және міндеті. Әскери қызметті республика азаматтары атқарады. Тарихи және мәдени мұралардың сақталуына қамқорлық жасауға, тарих пен мәдениет ескерткіштерін қорғауға республика азаматтары міндетті. Дәл осылайша республика азаматтары табиғатты сақтауға және табиғат байлықтарына ұқыпты қарауға міндетті. Сақтау және ұқыпты қарауға міндетті. Конституция мен адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының шектелуі мүмкін жағдайлар көрсетілген. Атап айтқанда, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары конституциялық құрылысты қорғау, қоғамдық тәртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтау мақсатына қажетті шамада ғана шектелуі мүмкін. Ұлтаралық және конфессияаралық татулықты бұзатын кез келген әрекет конституциялық емес деп танылады. Саяси себептер бойынша азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қандай да бір түрде шектеуге жол берілмейді. Саяси себептер бойынша. Осымен 39 сұрақ аяқталды. Енді бақылау тестіне көшеміз. Үшінші нұсқаны таңдағандардікі дұрыс. Кәсіпкерлік қызмет еркіндігі әркімнің құқығы. Келесі сұрақ. Екінші нұсқа. Соттың шешімінсіз тұрғын үйден айыруға жол берілмейді.
Кәмелетке толған, еңбекке қабілетті балалар ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті. 4-ші нұсқа дұрыс. Монополистік қызмет заңмен реттеледі әрі шектеледі. 3-ші нұсқа. Неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттің қорғауында болады. 2-ші нұсқа. Жозықсыз бәсекеге тыйым салынады. 2-ші нұсқа. Саяси себептер бойынша азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын шектеуге жол берілмейді. Меншік құқығына заңмен кепілдік беріледі. Ақылы медициналық жәрдем алуға 3-ші нұсқада белгіленген жауап дұрыс. Тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасалады. Келесі сұрақ. Мүліктен күштеп айыру, оның құны тең бағамен өтелген кезде заңмен көзделген ерекше жағдайларда мемлекет мұқтажы үшін жүзеге асырылуы мүмкін. Әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік қамсыздандырудың қосымша нысандарын жасау, қайырымдылық көтермеленіп отырады. Келесі сұрақ. Ең төменгі жалақы мен зейнетақының мөлшерінде әлеуметтік қамсыздандырылуына жасына келген, науқастанған, мүгедек болған, асыраушысынан айырылған және өзге де негіздерде кепілдік беріледі. Келесі сұрақ. Республика азаматтары жеке меншігінде нені ұстай алады?
Төртінші нұсқа, заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады. Мемлекеттік жоғарғы оқу орнында тегін білім алу үшін екінші нұсқа дұрыс, конкурстан өту қажет. Келесі сұрақ. Сайлауға, сайлануға, референдумға қатысуға қандай азаматтардың құқығы жоқ? Қай нұсқа дұрыс деп санайсыз? Дұрыс, үшінші нұсқа. Іс-әрекетке қабілетсіз, сондай-ақ сот үкімі бойынша бас бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтар. Келесі сұрақ. Ата-ананың құқығы әрі міндеті. Дұрыс, балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу. Үшінші нұсқа. Келесі сұрақ. Тұрғын үй қандай қордан беріледі? Дұрыс, мемлекеттік тұрғын үй қорларынан беріледі. Келесі сұрақ. Бұл сұрақ оңай. Орта білім алу міндетті. Тегін орта білім алуға мемлекеттік оқу орындарында кепілдік беріледі. Үшінші нұсқа. Келесі сұрақ. Кепілді медициналық көмектің көлемін республика азаматтары тегін алуға хақылы. Өйткені ол кепілді медициналық көмек. Төртінші нұсқа дұрыс. Адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін жағдаяттарды лауазымды адамдар жасырса, заңға сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады. Келесі сұрақ. Мемлекет нені мақсат етіп қояды Конституцияға сәйкес? Үшінші нұсқа дұрыс. Адамның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп қояды. Келесі сұрақ. Бейбіт жиналыстар, митингілер, демонстрациялар өткізуге қандай азаматтар хақылы? Екінші нұсқа дұрыс. Қазақстан Республикасының азаматтары хақылы. Келесі сұрақ. Білім берудің жалпыға міндетті стандарттарын
Төртінші нұсқа мемлекет белгілейді. Дұрыс. Мемлекет ісін басқаруға қатысуға, мемлекеттік органдарға тікелей өзі жүгінуге, жеке және ұжымдық өтініштер жолдауға Қазақстан Республикасы азаматтарының құқығы бар. Сайлауға, сайлануға, сондай-ақ референдумға қатысуға екінші нұсқа республика азаматтарының құқығы бар. Келесі сұрақ. Әркім құрметтеуге міндетті. Әркім құрметтеуге міндетті. Үшінші нұсқа басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадір-қасиетін. Келесі сұрақ. Жеке меншік оқу орындарында екінші нұсқа ақылы білім алу жүзеге асырылады. Келесі сұрақ. Мемлекеттік рәміздерді әркім дұрыс құрметтеуге міндетті. Келесі сұрақ. Мемлекеттік қызметші лауазымына кандидатқа қойылатын талаптар заңмен белгіленеді. Бірінші нұсқа. Келесі сұрақ. Табиғатты сақтауға және табиғат байлықтарын ұқыпты қарауға республика азаматтары міндетті. Бірінші нұсқа дұрыс. Келесі сұрақ. Мемлекеттік қызметке кіруге үшінші нұсқа дұрыс. Республика азаматтарының тең құқығы бар. Келесі сұрақ. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары қандай жағдайда шектелуі мүмкін? Үшінші нұсқа дұрыс. Конституциялық құрылысты қорғау, қоғамдық тәртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтау мақсатында қажетті шамада шектелуі мүмкін. Келесі сұрақ. Салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу әркімнің борышы әрі міндеті болып табылады. Келесі сұрақ.
әрбір азаматтың қасиетті парызы және міндеті Қазақстан Республикасын қорғау. Дұрыс. Келесі сұрақ. Тарихи және мәдени мұралардың сақталуына қамқорлық жасауға, тарих пен мәдениет ескерткіштерін қорғауға Қазақстан Республикасының азаматтары міндетті. Үшінші нұсқа дұрыс. Келесі сұрақ. Әскери қызметті кім атқарады? Әскери қызметті республика азаматтары ғана атқарады. Келесі сұрақ. Конституциялық емес деп танылатын әрекет. Төртінші нұсқа дұрыс. Ұлтаралық және конфессияаралық татулықты бұзатын кез келген әрекет. Осымен Конституцияның адам және азамат деп аталатын екінші бөлімі аяқталды. Келесі сабақта Конституцияның басқа бөлімін өтетін боламыз. Кездесуі мүмкін сұрақтардың барлығын қамтуға тырыстым. Егер тестілеу нәтижесінде дұрыс жауаптардың саны өзіңізді қанағаттандырмайтын болса, тағы бір қайталап көрсеңіз болады. Ал барлығын меңгеріп алсаңыз, келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.